Хан моласы қорымы Әбілқайыр хан жерленген орын. Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Толыбай ауылынан шығысқа қарай 90 шақырым, Қабырға өзенінің Өлкейек өзеніне құяр сағасынан батысқа қарай 4 шақырым жерде орналасқан. Хан моласы қорымын 1771 жылы капитан Рычков, 1832 жылы Левшин, 1835 жылы Эристов, 1898 жылы Крафт, 1979 жылдан бастап Әжғалиев басқарған экспедиция зерттеді. 1998-2001 жылдары Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының Әжғали және Бекназаров бастаған ғалымдар тобы Хан моласы қорымының топографиялық картасын жасап, 950-ден аса бейіттер мен 40-тан аса құлыптастарды санап, өлшеп, эпиграфикасын зерттеді. Нәтижесінде қорым 17-18 ғасырлар жоңғар шапқыншылығына дейін кіші жүздің алтын жаппас тайпаларының қорым ретінде қалыптасып, 1748 жылы Әбілқайыр хан жерленгеннен кейін Хан моласы қорымы деген атау алғандығы айқындалды. Әбілқайыр хан Қажы Сұлтанұлының тарихи тұлғасын анықтау жөніндегі ұзақ жылғы ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Хан моласы қорымынан қазып алынған сүйектер байырғы орнына қайта жерленіп, қорымға 2011 жылы тас белгі орнатылды. Сонымен қатар 2015 жылы қорымда ақ түсті граниттен жасалған биіктігі 25 метр, ішкі бөлігіне қазақ халқының ру таңбалары қашалып салынған жалпы саны 52 архитектуралық ескерткіш және кесене тұрғызылды.